Мұстақым Малдыбаев деген енді былай қараған кезде көзі қарақты адамдар, ізденіп жүрген адамдар негізі біледі. Ол кісі кезінде Алаш Орда партиясының мүшесі болған, жалғыз ғана жай ғана мүшесі емес, сол Алаш Орда партиясының негізі белсенді мүшесі болған адамдардың бірі. Бірақ енді көпшілік адамдарға негізі Мұстақым Малдыбаевтың есімі соншалықты таныс емес, өйткені бұл кісі туралы ізденген, сол кісінің Мұстақым Малдыбаевтың еңбектерін ашық көрсеткен адамдар негізі болған жоқ. Бұл кісі біріншіден сол кезеңдегі жалпы қазақ үшін ең бірінші қажет шаруа не болды? Халықты ағарту ісі ғой. Ұстаз болу, мұғалім болу деген сол кезеңде халыққа білім беру негізі. Бүкіл біздің ағартушылардың барлығы да бірінші кезекте айтқан ең бірінші қазаққа ол білім беру керек деген. Және білімді ол бұрынғы молланың білімі емес, енді европалық білім беру керек деген сондай ұстаным болған. Міне осы жағынан келгенде Мұстақым осы жолды ұстанған адам. Бұл кісі енді негізінен сол замандағы ең жоғары деген білімдерді алған адамдардың бірі. Уфадағы Ғалия медресесі деген бір атақты. Бұл енді кезінде жаңағы Абайдың қолы жетпеген, бізде Бейімбет Майлин негізі сол замандағы медресе деген негізі жоғары білім. Біз институт дейміз ғой, бакалавриат білім беретін сондай деңгейдегі білім ордасы. Міне сондай білім ордасын бітірген адам. Содан кейін 14-ші жылдың тағы да бір несі ерекшелігі бұл Мұстақымның өміріндегі бір өзгеріске әкелген уақыт болды. Бұл сол жерде Семей қаласында қазіргі кезеңде соның Жоламан деген бөлігі бар Семей қаласының. Сол Ертіс өзенінің бер жақ бетінде, яғни сол жағында, сол жағалауында сол жерде жаңағы қазақ мектебін ашады. Бұған бұл кісінің тағы да ерекше байланысқан адамдарының бірі, байланыс жасаған дос жарам болған бұл кәдімгі Мәди. Әнші, ақын, композитор Мәди менен. Бұл кісілер жаңағы екеуі бір жылға адамдар, екеуі де 1880 жылы туған. Бұл кісілерін және өз ағайын адамдар 6-7 атадан қосылады, туыстық байланыстары да бар. Сосын және құрдас жақын, соны пікірдес адам болған. Мәди 1921 жылы Қарқаралыда түрмеде атылды ғой. Соны атылған кезінде жаңағы Мұстақым Қарқаралының түрмесінде жатқан сол кезінде сол Мұстақымды шығарып алу үшін барған ғой, жолығу үшін. Сол жерде жаңағы Мұстақымға барған кезінде Мәдидің атылып қалған себебі сол. Бұлай шын мәнінде келетін болсақ, бұл кісі жаңағы енді дәл Әлекең енді көсем ғой, Әлихан Бөкейхан деген. Енді бірақ басқа қазақтың басқа көсемдері сол кезінде Алаштың мықты тұлғалары жаңағы Міржақып өзінің досы, мына Жақып Ақбайдың Жақыбы деген сияқты. Сол сияқты жаңағы мықты тұлғалармен негізі қатарында тұратындай адам.